Сәлем достар баршаларыңызға. Бүгін сіздерге 2025-тің екінші полугодиясының отчетін тапсыруды көрсететін боламын. Видеоны жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Ең алдымен кабинет налогоплательщика исина жүйесі деп Google-ға жазып аласыздар. Әрі қарай базаға кіресіздер. Кірген кезде сіздерге осылай басты бет шығады. Осы жердегі подать документы деген батырманы басасыздар. Оған кірген кезде сіздерге осылай бірнеше страница шығады, бірнеше сіздерге услугалар шығады. Енді сіздер поискке, осы жердегі поискке 910 деген жазасыздар, поискке 910 деп. Және найти деген батырманы басасыздар. Кіресіздер. Бұл жерде полугодия бізде екінші полугодия және жылымыз 2025 жыл таңдайсыздар. Әрі қарай подать деген таңдайсыздар. Бұл разделде, бірінші разделде сіздер вид декларации деген таңдайсыздар. Бұл отчетыңыз ең бірінші тапсырылып жатқан отчет болса, первоначальная, егерде екі немесе одан да көп отчет болса, очередная деген таңдайсыздар. Егерде отчеттарыңыз қате кеткен болса, дополнительный отчетты деп таңдайсыздар. Әрі қарай бізде признак резидентства деген жерге резидент дегенді таңдап аласыздар. Сосын отделение категории деген жерге Б пунктын таңдайсыздар. Не введить бухгалтерский учет дегенді. Енді келесі екінші бетке барасыздар. Екінші страницада бұл жерде сіздерде июль айы мен декабрь айында, яғни жарты жылдықта қанша доход болды сіздерде ИП-ларыңызда. Соны осы жердегі доход деген жерге жазасыздар. Бізде мысалға 85 мың теңге болды осы 6 айда. Осыны 85 мың теңге деп доход дегенге жаздық. Ары қарай төменге қарай түсесіздер. Бұл жерде сіздерде ИПН налогтарыңыз және соцналог екеуі қанша теңге төлеу керек. Егер доходтарыңызға қарай сіздерге осы жерге налогтарыңызды шығарып береді 1,5%-тен. Келесі страницада, үшінші страницада бұл жерде сіздер сол 6 айда сіздер қай айға төлем салдыңыздар. Пенсионка, социальное отчисление, ОПВР, медстраховка қай айға салдыңыздар. Осы жерге көрсетесіздер. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы ай деп тұрған бұл июль мен декабрь айы. Бізде мысалға сентябрь айында социальное отчисление төледі. Үшінші айда. Осы жерге жазамыз. 85 мың теңге дейміз. Сол кезде бізде минималка салған, бұл ИП-ға минималка жазамыз. Минималка социальное отчисление 4250 теңге. Және пенсионка 8500 теңге салған. 85 мың теңге деп жазамыз. Ары қарай бізде ОПВР 2125 теңге. Және медстраховка 3 айға 5950 теңге салған. Және бұл қалған айларға ешқандай медстраховка төлемеген, сондықтан осы жердегі медстраховканы ручной өшіріп тастайсыздар. Егерде бұны өшірмесеңіздер, ар жаққа қарыз болып кетеді. Ары қарай келесі страницаға барасыздар. Бұл жерде ешқандай нәрселер толтырмайсыздар. Работниктеріңіз болса ғана толтырасыздар бұл жақта. Бұл разделде сіздерде ИПН налогтарыңыз қалай түседі. Егерде сіздерде ИП-ларыңыздың адресі ауданда немесе ауылда болса, осы жерге сіздер белгілейсіздер. Егерде қалада болса, сіздерде ИП-ларыңыз, онда белгілемей қойсаңыздар болады. Ары қарай далее деп келесі бөлімге өтесіздер. Бұл разделде сіздер УГД номер жазасыздар. ИП-ның адресі УГД-сын және по жительство бойынша. Оны сіздер профильден көріп аласыздар. Профильге кіресіздер, төменге қарай түсесіздер. Сол жерде по месту нахождения ИП, по месту жительства деп тұрады. Және соның жанында УГД номері тұрады. Сол УГД номерді осы жерге жазасыздар. Ең біріншісінде ИП-ның УГД номерін жазасыздар. Келесісінде по жительство бойынша УГД номеріңізді жазып, я несу деген жерге галочка қойып, сформировать етесіздер. Сформировать етілгеннен кейін осылай шығады.
келесі подписаться и отправить деген бөлімді басасыздар. Жанында тұрған сіздердің отчеттарыңызды бір тексеріп алсаңыздар болады. Осылай барлығын және мына жерде подписаться и отправить бөлімін басып ецепларыңызбен қол қойып жібере берсеңіздер болады. Осылай отчеттарыңызды. Жіберілген отчеттарыңызды қайдан көресіздер? Бұл жерде жіберіп болған соң документы деген жерге мои документы деген бөлімге кіресіздер. Сол жерде налоговый отчетности деп тұрады. Осы жерде сіздердің жіберген отчеттарыңыз шығып тұрады.